Жерін даулаған кәсіпкер Қарағандылық Амир Газиев 10 жыл бос тұрған жері аяқ астынан жергілікті билік қолына өтті деп дабыл қағуда. Өз жерін өзі 3 жылдан бері заңдастыра алмай келген кәсіпкер барлық жауапты мекемелердің табалдырығын тоздырған. Ал бұл жөнінде шенеуніктердің өз шындығы бар. Айтуларынша аталмыш жерге қалаға шығар асфальт төсеп, халықтың мұқтажын жоймақ. Шиеленіскен мәселені тілші анықтап көрді. 3 жылға созылған даудан мезі болған Амир Газиев Молоков көшесіндегі жерін осыдан 10 жыл бұрын алған. Авто кешенде салған, бизнесін сәтті дөңгелеткен айтуынша. Сауда орталығын кеңейтпек болған кәсіпкер 2012 жылы жерінің жарты телімі әкімдікке өткенін естіткен. Мен құжаттарымды арқалап жүргеніме жылдар болды. Еш жерден әділдік көріп отырғаным жоқ. Жол төсейміз дейді қалалық әкімдіктегілер. Ол халық үшін емес, салыну себебі мына тұрған қарама-қарсы нысанды сату көзделген. Жерімді заңсыз аударып алды деген кәсіпкер магистральды жолға түбегейлі қарсы. Өйткені саудан тоқтап, жұмысым туралап қалады дейді. Айтуынша ақжағалылар 10 жыл мақсатсыз тұрды деген желеумен жерді мемлекетке өткізген. Алайда қалалық шенеуніктер Амирдің асығыс дүрлігіп байбалам салғанын айтады. Төселетін асфальт ол ғимаратқа еш зияны жоқ. По данному вопросу могу пояснить то, что аталған жер учаскесінде жаңа жол бөлшектік жоспарлау ережелеріне сәйкес жол құрылысы бекітілген. Юбилейный көшесінен басталып Молоков көшесіне дейін жүргізілген жұмыстар Әмір компаниясына тиесілі ғимаратқа ешқандай зиян тигізбейді. Алдын алып уайымдамасын. Сан мәрте қозғалған мәселеге тіпті өңірлік кәсіпкерлер палатасы да араласқан. Олар проблема түйінін шешеміз, түсінбеушілік деп жұбатып отыр әріптестерін. Мен жаңа жылдың алғашқы айында бұл мәселені толыққанды шешеміз деген сенім білдіремін. Енді екі қожайынды жердің кімге бұйыратыны әзірге белгісіз. Тек Қарағанды шенеуніктері ол жерге асфальт төсеуді баяғыда шешіп қойған. Ал аймақтық кәсіпкерлер палатасы тас жолы төселіп, жер әкімдікке өтсе, мемлекеттік қызметкерлер агенттігін араластырамыз деп Амир Газиевке үміт беріп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.